Баршаларыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін тартылған еттен өте дәмді болып шығатын сорпа дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге пияз, сәбіз, картоп қажет. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап етіп турап алатын боламыз. Сәбізімізді дәл солай турап аламыз. Қалауыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Картопты да үлкендеу етіп турайтын боламыз. Осылайша барлығын дайындап аламыз. Қызып тұрған тапамызға сұйық майымызды құйып, ең алдымен пияздан бастап қуыратын боламыз. Пиязымыз кішкене қызарғанша қуырып, үстінен сәбізді де 1-2 минуттай ғана қуыратын боламыз. Қалауыңыз бойынша перец қоссаңыздар да болады. Менде банкідегі жабылған перец, оны да қостым. Және үстінен 2 ас қасық томатымызды қосып, қызарғанша қуыратын боламыз. Қуырылып шыққаннан соң үстінен картопты да салып қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен салқын су құятын боламыз. Енді фрикаделкаларымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, ұсақтап туралған пияз, аскөк және күріш қажет. Барлығын алдын ала дайындап, барлығын қосатын боламыз. Барлық құрамын төмендегі описание бөліміне қалдыратын боламын дәмдеуіштердің. Осылайша қолымызбен жақсылап мыжғылап, 1-2 ұрып, домалақ пішінге келтіріп, осылай дайындап қоятын боламыз. Барлығын қосып, осылайша дайын болып шықты. Енді қайнап тұрған сорпамыздың үстінен салатын боламыз. Барлығын салып, бетін жауып, тағы да бір 20-25 минутқа қайнататын боламыз. Бетіне аз көп қойып қайнатсаңыздар да болады, дәмі ерекше болып шығады. Осылайша біздің сорпамыз дайын болды. Алда ораза келе жатыр, өте жеңіл. Осылай дайындап берсеңіздер болады. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де дәл осылай дайындап көріңіздер, ас болсын.